көжегім. Түлкі мен ешкі. Бір күні түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда терең апанға түсіп кетіпті. Ары секіріп, бері секіріп, апаннан шыға алмапты. Бір уақытта ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға кез болыпты. Түлкіні көріп: «Түлкі батыр, онда не қылып тұрсың?» «О, теке, жаным жай тауып, рахаттанып тұрмын. Қырдан шөлдеп, әрі ыстықтап келіп едім. Апанның іші салқын, әрі түбінде тұп-тұнық су бар екен», депті. Мұны естіп ешкі: «Мен де салқындайын, әрі су ішейін», деп апанға секіріп түсіп кетіпті. Сонда қу түлкі секіріп, ешкінің үстіне мініп, мүйізіне табанын тіреп, далаға секіріп шығып кетіпті. Осылай түлкі жөніне кете беріпті. Балалар, бұл ертегі бізге бір маңызды нәрсені үйретеді. Кез келген сөзге сене беруге болмайды. Алдымен ойланып, ақылмен әрекет ету керек. Біреудің айтқанына алданып, асығыс шешім қабылдасан, опық жеп қалуы мүмкін. Ең бастысы, әрқашан сақ болыңдар және сенімді адамдарға ғана сеніңдер.